Танымал тележүргізуші Асқат Садырбайдың Еркес Маханмен некеде болғаны жайлы білмейтін ешкім жоқ шығар. Екеуінің де өмірі осынау үлкен қадамнан кейін ел назарында болған еді. Бүгінде Асқат екінші рет үйленіп, екінші рет әке атанып отыр. Баян Алагөзова ханым 40 жасында екінші рет тұрмысқа шығып, екінші рет бақытқа бөленген еді. Дегенмен бұл бақытқа жетер жолдағы барша қиындықты бастан кешіргеніне халық куә. Танымал актер Мұрат Қожаның сүйген жарынан 40-қа таяғанда ажырасуы халықты аса таңырқатқан еді. Бұл жайында өз парақшасында жариялап жазған ол жаңа ғашығын кездестіріп, қазір бақытты көрінеді. Асқат Тарғын бірінші жарының ажырасуын өнерде қолдау таба алмауымен түсіндіреді. Өзінен анағұрлым жас қызға үйленіп, бақытқа бөленгенін суреттерден байқауға болады. Еркін Нұржанның алғашқы жарынан ажырасу себебі белгісіз. Ол 2014 жылы өзінен анағұрлым жас Динара есімді бойжеткенге құрық салған болатын. Әншінің екінші жары Еркін Нұржановқа бір ұл, бір қыз сыйлады. Ол қазіргі таңда бақытты отбасылардың бірі деп нық сеніммен айтуға болады.